Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге паннофифай деп аталатын американдық өте дәмді пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен бізге барлық қажетті заттарды дайындап аламыз. Алдымен ұнымызға майды қосып үгітіп аламыз. Үстіне разрыхлитель, қант, 2 жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр етіп билейміз. Қатты басудың қажеті жоқ. Осылайша жай ғана араластырып отырсаңыздар, өзі біркелкі жұмсақ қамыр болып шығады. Енді бұл қамырды жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Тапамыздың астын, жан-жағын майлап аламыз. Қамырды қойып, осылайша біркелкі етіп жайып шығамыз. Шеттерінің барлығын осылайша вилкамен терістеп алдым. Ішінде көтеріліп кетпес үшін вилкамен тесіп шығамыз. 180 градус қызып тұрған пеште жарты сағат пісіріп аламыз. Піскеннен кейін міндетті түрде суытып аламыз. Одан кейін барып салмасына осындай сгущенный варенканы біркелкі етіп жағып шығамыз. Және де үстінен бананды қойып шығамыз. Мен 1-1,5 банан пайдаландым. Сосын барып үстінен кремді осылайша жағып шығамыз. Менде вопипайдың насаткасы номері 807. Сіздер кез келген гүлдің насаткасын пайдалансаңыздар да болады. Кремін жасап аламыз. Креміне творожный сыр, сливки, сахарный пудра шөн блендерден жақсылап араластырамыз. Үстінен какао сеуіп, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Сіздерге ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған